Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мультипекарда бельгийский вафли жасайтын боламыз. Қазір описанияның астына ссылкасын қойып кетемін. Алдыңғы жолы сол мультипекарға распаковка жасаған болатынмын. Содан қандай вафли шығатынын көрсетемін. Рецепт үйдегі бар заттармен қарапайым. Ал кеттік. Ол үшін бізге бір пачка ерітілген маргарин 180 немесе 200 грамм, иә. Сосын үлкен ас қасықпен 3 қасық қант керек. Қантты саламыз және жақсылап екеуін бір араластырып аламыз. Миксерсіз, осындай венчикпен немесе вилкамен де жасай беруге болады. 2 немесе 3 жұмыртқа саласыздар. Біздің үйде екеу-ақ қалыпты жұмыртқа, 2 жұмыртқа қостым. Және тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бұл көп уақыт алмайды, кетсе 1 минут, жарты минут қана араластырасыздар. Осылай бір үйреніп алсаңыздар, оңай рецепті. Мен ұқсап қайта жасап қоймайтын боласыздар ғой. Мына жерде осы ұнды бірінші рет пайдаланып жатырмын. Дарат деген ұн. Жақсы екен, алдын чак-чак үйге мантыға қамыр жасағам, осыдан күшті шығады екен көтеріліп. Дүкендеріңізде көріп жүрсеңіздер, алсаңыздар, советую, не пожалейте. Қыздар, енді мен фудблогер емеспін, менде барлығы на глаз ғой өлшеммен. Примерно үйде 200 граммдық стакан болады ғой, бокал чай ішетін, сондаймен ұн саласыздар. Разрыхлитель саласыздар, жарты пачка. Разрыхлительдің орнына жарты чайный ложка, содан даже аздау сода салсаңыздар болады, егер разрыхлитель болмаса. Содан көп қосып жүрмеңіздер, содан дәмі шығып кетеді. Және сол жаңағы бокалдың көлемі. Сол 200 граммдық бокалмен сүт құясыздар. Сүт домашний сүт болса да, магазинский, суық болсын, жылы болсын, разница жоқ. Құйған соң жақсылап араластырып аламыз. Негізі сүтті ұнға дейін құю керек қой. Мен мына жерде ұн салып жіберіп, сосын барып сүт құйып тұрмын ғой, ұмытып кетіппін. Сонымен жақсылап араластырып аласыздар. Мына видеода басында көрдіңіздер ма, ұн ішінде комок болып жүр ғой, осындай болмау керек. Әйтпесе піскен кезде ұн ішінде бүтін болып шығып қалады. Бұл миксермен тез болады, венчикпен ары кетсе 1-2 минут уақытыңызды алады. Несі массасы қою қаймақ сияқты болу керек. Үйдегі самый главный бар заттармен жасалынады. Егер осындай мультипекар сізде болмаса, алуды советую. Базарда 10 мың теңгенің көлемінде тұру керек. Бір алып қойсаңыздар, ішінде 7 насадкасы бар. Орешки, осындай бельгийский вафли, пончик, тағы неше түрлі нелері бар. Осы 3-ін ғана жасадым мен, 3 түрін. Қалған насадкаларын пайдаланған жоқпын. Осылай қызған кезде өзі жасыл кнопкасы жанады, үстіндегі светі. Үлкен ас қасықпен 2 қасықтай салдым. Көбірек салып жіберсең, осылай жапқан кезде қысып шу деп жанынан шығып кетеді. Сондықтан мен көп салмаймын, аз-аздан саламын. Вафлилар недоношный болып қалды ғой, жетпей қалды ғой демеңіздер. Сол шығып кетпесін деп аз-аздан салғаннан кейін осындай болған. Өзі піскен кезде жасыл кнопкасы жанады, оған дейін жыртыңдап бетін аша бермейміз қақпақтың. Осылай жасап қоямын балаларға, бетке, кейде қолдарына ұстап жегенге, магазинский печеньенің орнына өте жақсы, дәмді. Общем, осыны маған сыйлаған, осындай сыйлық алғаныма риза болдым ғой, қыздар. Алдын орешки жасағанмын, содан міне вареный сгущенка қалған үйде. Сонымен бүйтіп блогерлер ұқсап, эстетика болып шай ішейін десем, бұның үстіне себетін не шоколад, не клубника, малина үйде жоқ. Сондықтан осы бар мен базар деп сгущенканы жан-жағына шашыратпайын деп осылай өзімше ойлап тапқан лайфхагым. Вареный сгущенканы алып, ортасына 4-3-леріне құйдым, ерінбей. Ой, қыздар, сіздер үшін, достар, көрермендер, YouTube үшін не істемей жатырмын мен. Сондықтан каналдан алыстамай подписация етіп, басып, подписацияны, колокольчикті, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңызды мен қарап отырамын. Ал бельгийский вафлилеріміздің дәмін татып көрейік.
күшті, жұмсақ прям. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп ингредиент кетпейді. Үйдегі бар заттармен жасауға болады. Міне жасап бітіріп, өзімше суретке түсіп алдым. Фотообложка жасап қоямын сіздерге деп. Осындай бір рецептпен где-то 15 штук осындай вафлилар шығады. Молынан болады, әрі тойымды ұнмен жасалған соң. Достар, егер үйлеріңізде осындай мультипекар болатын болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп ингредиент кетпейді, өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Ал егер мұндай мультипекарларыңыз болмаса, алуды ұсынамын. Неше түрлі тәттілер жасайсыздар, бастысы көп зат кетпейді, үйдегі бар затпен жасауға болады. Бала-шағаңызда, өзіңізде неше түрлі перекуспен жасап жейтін боласыздар. Сол, менің рецептім ұнаса, подписаться етіп, колокольчикті басып, өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңызды мен көріп отырамын. Және де қуаныштымын. Менімен болғандарыңызға рахмет соңына дейін. Сау болыңыздар.